оқиға 2017 жылы болды. Мен Сәтпаев қаласынан Таразға оқуға келдім. Сол уақытта Дарханмен жүре бастадым. Бәрі керемет болды, бірақ оның арам ойын білмедім. Одан жүкті болып қалдым. Ол бірден мойындамай баланы алдыр деді. Менің жүрегім баланы алдыруға шыдамады. Солай босанып алдым. Сүйкімді қыз дүниеге келді. Есімі Айша. Қызымды ата-әжесі де мойындамай қуып шықты. Дархан осы уақыт аралығында бір тиын да бермеді. Әбден қиналдым. Биыл сотқа бердім. ДНК тапсырды. ДНК 99,9%. Тура шықты. Амалсыздан өз фамилиясын берді. Бірақ бір намысына тиетіні айлығын 40 мың теңге қылып көрсетіп, өз қызына 15 мың ғана алимент төлеймін деп жазғандығы. 300 миллиондық үйде тұрып тұңғыш қызына ақшасын қимағаны, менің және қызымның өмірін құртып, қалай ондай виллада тыныш ұйықтайды екен? Айтарға сөзім жоқ. Менің талабым, өз жағдайыңа сай алиментпен әкелік махаббатын қызыма берсе екен деймін. Сіздерден тек қолдау мен репост күтемін, деп жазды Бикеш.